Сәлем, бүгін өте дәмді шығатын Орео тортын дайындаймыз. Жұмыртқаны құрғақ ыдысқа салып, ағарғанша миксерлейміз. Ағарғаннан кейін дәл осылай қантты бөліп отырып саламыз. Үй температурасындағы сары май мен сүтті қосып миксерлейміз. Бөлек ыдыста ұн, какао қопсытқыш қосып, барлығын араластырып, електен өткіземіз. Содан кейін сұйық массамызға бөліп отырып саламыз. Міне тестамыз бір келкі болды. Енді қызып тұрған 180 градустағы печкада 3 бөлікке бөліп пісіреміз. Әр коржик 5-7 минут аралығында піседі. Кальцияның астына осылай фольга қойдым. Мендегі кальцияның диаметрі 22. Кез келген коржикті пісіріп жатқанда печканың аузын қайта-қайта ашуға болмайды. Өйткені ыстық ауа сыртқа шығып кетіп, коржик көтерілмей қалады. Піскеннен кейін дәл осылай пышақпен шетін босатып алып, кальцияны аламыз. Коржикті бірден салып, барлығын бірге пісіргеннен қарағанда жеке-жеке пісірген жақсырақ. Өйткені беті тез пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Енді кремімізді дайындаймыз. Творожный сырға сахар мен сливкиді құйып, үшеуін қою масса болғанша миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын алғашқыда жаймен бастап, ортасында жылдамдығын көтереміз. Крем қоюланды. Енді Орео печеньесінің 10 штугын блендерге салып, майдалап аламыз. Мен кремге Ореоның 2 қасығын салып араластырдым. Осы кремнен тортты құрастырып болғаннан кейін сыртына жағатын крем алып қалдым. Енді қалған кремге ұнтақталған Ореоның бәрін салып араластырамыз. Міне байқасаңыздар, кремнің түсі кішкене өзгерді. Тортты осы кальцияға жинадым. Кальцияға жинаған себебім торттың сырты крем жаққанда тегіс жағылып, әдемі болады. Шоколад осылай сыртына әдемі құйылу үшін тортты холодильникке салып, мұздатып аламыз. Содан кейін барып шоколадты құйсаңыз, өте әдемі құйылады. Торттың бетіне өз қалауыңыздағы тәттілерді қоюға болады. Мен осылай шоколад пен Орео печеньесін қойдым. Тортты осы рецептпен дайындасаңыздар өте дәмді шығады. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Ас дәмді болсын.